Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Келесі сабақ 8-ші сабақ. Бізде 8-ші сабақты тәнуинді үйренеміз. Тәнуин дегеніміз не? Тәнуин дегеніміз үстіндегі екі сызық, немесе астындағы екі сызық. Сөйтіп түсінеміз. Екі сызық деген не? Ол тәнуин. Тәнуин үшке бөлінеді. Тәнуин фәтха, тәнуин кәсра, және тәнуин дәмма. Ал бастайық. Тәнуин. Тәнуин дегеніміз екі сызық. Міне. Екі сызық дегеніміз ол тәнуин. Тәнуиннің қызметі ән, ин, ун деп оқу. Яғни фәтхада, тәнуин фәтхада ән деп оқылады. Мысалы, и, зән. Мәт түсіп қалады. И, зән. Ну, рон. Рон. Мә, сә, лән. Кә, би, рон. Рон деп оқимыз. А, зә, бән. Нә, рон. Ро, ғо, дән. Ди, нән. Бұлай айтқанда, тәнуин келген кезде мәт әрпі алдындағы түсіп қалады. Оқылмайды яғни. Зән деп те оқымаймыз. Жай әшін зән деп тоқтата саламыз. Тәнуин фәтха дегеніміз ол ән деген сөз ғой бұлай айтқанда. Ән деген дыбыс. И, зән деген сияқты. Келесі тәнуин кәсра. Ол астындағы сызық. Оның дыбысталуы ин. Тәнуин фәтханың дыбысталуы ән болса, тәнуин кәсраның дыбысталуы ин. Оқимыз. Хә, сә, дин. Мұны дының астында екі сызық тұр. Дин дей саламыз. Инді жалғаймыз. Ә, хә, дин. Қу, лю, бин. А, дин. Ну, рин. Мұна жерде мәт тұр, оның алдында өт кеттік. Ху, рин. Негіз наяқта бір сызық қалып кетіпті. Жан, нә, тин. Мә, сә, дин. Дин дейміз. Үшінші тәнуин ол ун. Яғни екі үтір сияқты белгі. Дыбысталуы ун. Фәтхада ән болса, кәсрада ин болса, даммада ун болады. Уден кейін н. Ун. Оқимыз. Ә, хә, дун. Құранда үстіп келеді. Екі дамма қосылғанда. Дун. А, зә, бун. Ә, жә, люн. Хо, би, рун. Ә, ли, мун. Ха, ди, рун. Ха, ми, дун. Ғи, ша, вә, тун. Сонымен 8-ші сабақты қорыта кеткенде біз тәнуинді үйрендік. Тәнуин дегеніміз не? Тәнуин дегеніміз екі сызық астында немесе үстінде. Тәнуин үшке бөлінеді. Тәнуин фәтха, тәнуин кәсра, тәнуин дамма. Ол